Армысыздар замандастар. Менің аты жөнім Алмас Жұмағали, мен заңгермін. Әдетте сіздер заңгерді осылай елестетесіздер. Қолында портфель, галстук, костюм. Бірақ бұл мида қалыптасқан шаблон. Мида қатып қалған шаблон. Осы шаблонды бұза алмағаннан біз көп нәрсеге қолымыз жетпей жүр. Осыны қазірден бастап бұзамыз. Сол кезде ғана біз өзгереміз. Қалай? Міне былай. Сіз өміріңізде бір заңды ұстап көрдіңіз бе қолыңызға? Оқып көрдіңіз бе? Заң деген, құқық деген сізге таныс сөз бе? Енді ойласыңыз, осы курсқа мен не мақсатпен келдім деп ойласыңыз. Әлбетте, біреу ол өз хақысын білу үшін. Өйткені себебі еш жерде сіздің хақыңызды үйретіп жатқан жоқ. Біреу өзінің білімін жетілдіру үшін әртүрлі мақсатпен келіп жатыр. Біреу шынымен де қазіргі күні көп теперіш көріп, әртүрлі жағдайларда әркімнің ұстағанның аузында, тістегеннің қолында жем болып жүргеннен кейін өз хақымды талап етейін деп келіп тұр. Әлбетте, осы мақсаттарға дұрыстап осы курсты игерсеңіз жетесіз. Өйткені себебі әркімнің өз хақысын талап етуі үшін заңгер болу міндет емес. Азғантай ғана біліммен-ақ өзіңізге өзіңіз қызмет ете аласыз. Бұл жерде Әлихан атамыздың сөзімен бастаған дұрыс. Ұлтқа, жұртқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Ең алдымен адамда мінез болу керек. Ал дәл қазіргі күні өзіңізде мінез болу үшін сіз өз хақыңызды білуіңіз керек. Ал өз хақыңызды білуіңіз үшін сізге құқық туралы азғантай болса да білім қажет. Дәл қазіргі күні Алаштың ардақтылары армандап кеткен тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бірақ дәл сол кісілер армандағандай деңгейде жүрміз бе? Ахмет атамыз айтады: қазағым елің, қасқайып белің, сынуға тұр таянып. Қамауда жаның, талауда малың, аш көзіңді оянып. Міржақып атамыз айтқан еді: көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, дін кетті, хал нашарлап, хал харам боп, қазағым менің жату жарамасты. Дәл қазіргі күні ахаңдар армандағандай сауаттымыз біз. Біз бәріміз де қаріп танитын сауаттымыз. Қазақстанда 9 кластық білім алмаған адам жоқ, қарып танымайтын адам жоқ, жүргізіп оқымайтын адам жоқ. Сөйте тұра, әлі де тұралап батпақтан шыға алмай жатырмыз. Неге? Өйткені ол білім жеткіліксіз. Тағы да бізге бір білім жетпей тұр. Ол не? Ол біріншіден өзіңді өзің қорғайтын мінез, екіншіден сол қорғай алатындай азғантай білім. Осының орнын толтырмаққа біз осыған бел будық. Енді біз осы күні бәрімізде мылтықсыз майданның жауынгерлеріміз. Мынау менің баяғыда 2011 жылы болу керек жазған мақалам болатын. Бәрімізде мылтықсыз майданның жауынгерлеріміз. Біз Қазақстанның жауынгерлеріміз бәрімізде. Қазір бізге бұрынғыдай қылыш алып, тізесі барды бүктірдім, басы барды идірдім дейтін заман кеткен. Біліммен, мінезбен ғана жеңеміз. Сондықтан да біз Қазақстанды көтеруіміз үшін, өз елімізді көтеруіміз үшін мылтықсыз майданда әрқайсымыз өзіміз жауынгер деп есептегенде ғана жетістікке жете аламыз. Енді мен кіммін? Бұл тұрып алып уақыт үйретіп тұрған кім деп ойлап қалмаңыздар. Мен кіммін? Әлбетте, мен жартылай Совет үкіметінде өскен адаммын. Яғни еркіндікті саналы ғұмырымда өмір сүргенмен, негізгі қалыптасу жолында шектеулі Совет үкіметінің қалыпында өскен адамның біреуімін. Пионер болған, комсомолға өте жаздаған адамдардың бірімін. Бізге былай үйретті: сен өзіңді өзің көрсетпе, өзің мақтана берме, сені керек болса адам өзі тауып алады деп. Ал дәл қазіргі күні ақпараттар нөпірі. Кімнің асыл, кімнің жасық, кімнің керек, кімнің кебек екенін білмейміз. Сондықтан да мен өзімді аз-мұз таныстырып өтуге бел будым. Мен кіммін? Қазіргі күні сіздер білесіздер, Қытай мәселесі, Қытай экспансиясы мәселесі өте қатты көтеріліп тұр. Осы мәселені 99 жылы жазылып, 2003 жылы жарыққа көрген міне Қара Қытай қаптаса деген менің жас Алаштағы мақалам. Бұл Қара Қытайлардың келе жатқандығы туралы, оның қаупі туралы жалпы журналист қауымы, зиялы қауым сол кезде де бас көтерді. Бірақ мына мақаланың ерекшелігі бұл ең алғаш рет заңдық құқықтық мәселесін қалай біз шектей аламыз деген жолдағы алғашқы талпыныс болатын. Яғни бұл өзі 99 жазылып, 2-3 жыл өзі редакцияда болып, әртүрлі газеттердің, заң газетінің, одан қазақ әдебиетіне ауысып, одан ауыспай ең соңында жас Алашқа жарияланған. Не үшін жарияланбай қалғанын айтамын қазір сізге. Бұнда мінекей мына жерде мынандай сөз бар. Қазақстан Республикасында азаматтық алу үшін 10 жыл
тұру керектігін шетел азаматтары, оның ішінде Қытай азаматтары да бар. Екіншіден, Қазақстан Республикасының азаматшасына үйленсе немесе азаматына тұрмысқа шықса, ол адамға бірден азаматтық берілетін. Бұл заң мәселесі. Енді осы жерде 10 жыл еді. Бірақ 95 жылы президенттің заң күші бар жарлығымен өзгерістер енгізіледі де, президент ол кезде кім екенін білесіздер, 10 жылдық мерзім 5 жылға түседі. Ал жерде 7 жыл, Чат Республикасында 15 жыл, тағы деп. Бұл кезде интернет жоқ, біз қолымызға түскен мәлімет бойынша беруге тырыстық. Енді осы президенттің қатысы болғаннан кейін ба, білмеймін не үшін екенін, осы мақала біразға шейін басқа кішкене аздап жұртқа тиіп кететін жерлері болды, тырнақтары болды. Әрең дегенде жарияланды. Енді бұл 2003 жыл болып жатқан оқиға болса, одан кейін 10 жылдан кейін 2003 пе екен, 2002 пе екен, ұмытып қалдым. Бірақ осыдан 10 жыл өтіп кеткеннен кейін осының қысқарған вариантын намыс кезет сайты бастады, яғни Қытайлардың қазақ қызына үйленуі соғыстанда қауіпті деген мақаламен. Соны Абай кезет, тағы біраз бірдеңе кезет, неше түрлі сайттар, 10-нан астам сайттар көшіріп басты. Байқап отырсыздар ма? Әлі күнге шейін Қытай мәселесі шешілген жоқ. Мынаның шулағанымыздың арқасында әйтеуір кішкене жылжыды. Яғни Қазақстан Республикасының азаматына үйленген басқа шетел азаматына бірден азаматтық берілмейтін болды. 3 жыл өткеннен кейін, оның шынымен махаббат екендігін дәлелдегеннен кейін, шынымен тұрақты неке екендігін білдіргеннен кейін ғана азаматтық берілетін жағдайға жетті. Бірақ ол дұрыс емес. Мынаның ұсынысында біз филиация, натурализация дейді, яғни шетел азаматтарына Қазақстан Республикасының азаматтығын беруді мүлдем алып тастау. Араб елдері сияқты, немесе Израиль елі сияқты алып тастауды ұсынғанбыз. Өйткені біз Евразиялық кеңістікте екі алпауыт елдің ортасында тұрмыз. Сондықтан да алып тастайық деген ұсыныс болған мына жерде. Одан басқа, тағы мен кіммін? Келесі, мен ең алғаш ескі дерт деген, дұрыс көрінбей қалыпты, заң газетінің үлкен екі бетінде, қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу кодекстерінің, сол кездегі мақалаларым менің қателері бетіне басылған тұғын. Яғни ол қателер енді адам айтып жеткісіз сұмдық қателер болатұғын. Сұмдық қателер есі дұрыс емес адамға қылмыс жасатып қойған, тағы да басқа сұмдық қателер болатын. Осыны біз бетіне басып жазған едік. Міне ескі дерт, мынау әрбір пункті бір қате. Мынау бір беті сол кездегі 99 жыл 23 маусым және мынау екінші беті. Осы бұндай тағы екеуі бар еді, оны қысқартып тастады сол кездегі зам редактор. Осы үшін аспирантурада біраз премиальный алдым. Сол мемлекет және заң институтының аспирантурасында жалғыз ғана аспирант шығармын. Премиальный алған. Премиальныйды қызметкерлер ғана алады. Жақсы. Бұл мәселе әлде бар. Осыған біз талқылап келе жатырмыз. Осы қателердің әлде 20% осы қылмыстық және қылмыстық процестік кодексте әлде тұр. Бұған біз қатыстық. Келесі, мен гипноз мәселесін ең алғаш көтерген адам болатым. Мынау гипнозбен арбау, бұл туралы қылмыстық заң не дейді деген сол кездегі заң газетіндегі 99 жылғы мақала болатын. Бұл гипнозбен арбаудың заңдық құқықтық мәселесі. Бұл мәселе әлі ашық. Гипнозбен арбап зиян келетін болса, ешкім де жауаптылыққа тартылмайды. Тартылса да, ол мына гипноз туралы емес, басқа бір ұқсас қылмыспен, ұқсас әрекетпен жауаптылыққа тартылып жүр. Ал енді гипнозды зерттеп келгенде біз подсознание, түп сана мәселесіне кеп тірелдік та, ол 99 жылы мүлдем ақпарат аз болды да, соны тіреліп қалдық. Ал қазір қараңыздар жан-жағыңызға. Қандай тренингтер болып жатыр? Аффирмация, медитация, тағы неше түрлі акциялардың барлығы осы түп санамен, гипнозбен байланысты. Ал осы мәселені осыдан 20 жылдан астам бұрын алғаш көтерген заңгерлердің бірі едім. Келесі, Қазақстанда болып жатқан әртүрлі оқиғаларға қатысты мен үндемей қала алмаймын. Ол Жаңаөзен болсын, ол Арқанкерген болсын, ол басқа болсын. Өйткені себебі мен арымның алдында таза болуым керек. Басқасын былай қойғанда. Сондықтан міндетті түрде жариялауым керек. Мынау қорқақтан батыр жасау кімге керек деген мақала намыс кезет сайтында басылды. Басқа сайттар көшіріп басуға жүрексінді деп ойлаймын. Бұл Арқанкерген оқиғасы бойынша. Яғни Челақтың ісі бойынша менің пікірлерім, ол жерде біраз өткір ойлар болғандықтан айтуға жұрттар жүрексінген болу керек. Тек қана ел арна деген сайт қана өзінің төте жазумен жазылатын осы мәселе көшіріп басылды. Ал намыс кезет сайты қазір жабылды. Бұл мақаланың тек қана менде PDF варианты бар. Керек болса сіздерге WhatsApp-тан саламын. Мынау 2014 жылы жаңа қылмыстық кодекс қабылданды. Сонда халықаралық құқықтық бастама деген қоғамдық ұйым, қор, соның шақыртуымен мен жаңа қылмыстық кодекстің жасаушылардың ресми емес балама тобында, альтернативный уголовный кодекс балама тобында болдым, қатыстым, біраз қателерді түзеуге қатыстық.
және өз ойларымызды жеткізуге тырыстық. Азғантай ойларымыз ол кодекске қабылданды, ал көп бөлігі қабылданған жоқ. Айта кетейін, мен заң ғылымдарының кандидатымын, PhD-мін. Ең жас қорғаған 24-тен 25-ке қараған шағында заң ғылымдарының кандидатын қорғаған жас ғалымдардың бірі болатынмын. Бұл 2001 жыл. Одан кейін мына криминология қазақ тіліндегі ең алғашқы криминология оқулығы менікі. Бұдан басқа мен 6 оқулықтың авторы және соавторымын. Және мына газет журналдардағы 20-дан астам мақалаларым бар. Іздеп табам деген адамдарға, немесе интернет ресурстарында 50-ден астам мақалаларым бар. Ол негізінен ғылыми сарында және ғылыми публицистикалық сарында. Сондықтан кейде мені публицист деп айтып жүргендер, олардың да сөзінде шындығы бар. Одан кейінгі мынау талап, бұл анау былтырғы жылы 5 бала өртеніп кетіп, қиын жағдай болып, аналар біраз толқып, осы бүгінгі күнгі өзгерістеріміз сол аналардың толқуынан, аналардың көтерілісі деп айтсақ та болады, сол көтерілісінен болған өзгерістер болатын. Сол аналардың қойған 10 талабын сағат 1-де жазып бітірдім. Мен сөзім өтірік болмас үшін, мінекей мынау адамдардың ат жөндері, телефондарын өшіріп тастадым. Бұдан басқа тағы да 3-4 беті бар. Сөзім шындық болу үшін мыналарды тарих ретінде сақтап қойдым. Бұл тарих деп есептеймін. Өйткені себебі бұл ең өзгерістің басы, ол аналардың осы толқуы. Екінші талап, әрбір балаға ай сайын ең төменгі күнкөріс мөлшерінде жәрдемақы төленсін. Ол 2019 жылы 29.698 теңгені құрайды. Зоопарктегі аңдарды ұстап тұру үшін әр күніне аңға осынша қана жұмсалады. Ал біз мұны мемлекет құндылығы болып табылатын бала үшін ай сайын төленуін сұраймыз. Аналардың толқуы, ол былай болды. Сол күндері интернет жабық болады. Мұхтар Әбіләзов сөйлейді, тағы бірдеңе болады. Аналар көтерілейін деп жатыр деді. Әлбетте оны бастаған Сәуле Әбілдахан қызы болатын. Сәуле Әбединова журналист, өздеріңіз білетін. Сол кісі қандай болса да осы митингке шығам, рұқсат берсе де бермесе де деді. Сосын ол кісі талаптарын салды. 6-7 талап салды. Негізінен ол кісінікі журналист адам болғаннан кейін әлеуметтік бағытта негізінен. Содан кейін барып маған аналардан, Астананың аналарынан хабарласты. Осындай бізде көп ұсыныс бар, бірақ Сәуле Әбілдахан қызының негізге аламыз, талаптарын, ұсыныстарымызды бізге жүйелеп бер деп. Мысалға, сіз айтпайсыз ғой, маған оның ішінде мынандай ұсыныс бар. 1 миллион теңге бір балаға дейді. 1 миллион теңге деген бізде номинал жоқ қой, сондықтан оны біз байлауымыз керек. Не оны күнкөріс деңгейіне байлауымыз керек, немесе айлық есептік көрсеткішке байлауымыз керек, тағы басқаға бірдеңе байлауымыз керек. Сондықтан да оны түнімен отырып, сағат 1-ге шейін отырып, жүйелеп, жаңағы көп аналардың ұсыныстарын бір жерге жүйелеп, 10 ұсынысқа әкеп салып, сосын енді жіберейік десек, сағат 1-ден 3-ге шейін интернет жабық болды. Ал аналар дегенде кәдімгі көп балалы аналар маған аманаттап отыр. Сағат 1-де жазып бітірдім, енді жіберейін десем интернет істемейді. Соны сағат 3-ге шейін отырып, мен Алматыдамын, ол кісілер Астанада, 3-те өтті. Айтуы абырой болғанда таңертең олар ерте барып шығарып алып, соны оқып берді. Бұл да тарих деп есептеймін. Тарихтың алдында, ұрпақтарымның алдында менің бетім ашық деп есептеймін. Өйткені себебі ешқандай уақытта да ойыма келген нәрсені тайсалмай айтуға тырысам. Осы мінез бәрімізде қалыптасқан кезде, бәрімізде тайсалмай айтқан кезде, бәріміздің де өзіміздің құқықтарымызды талап еткен кезде, сол кезде ғана біз құқықтық мемлекет құра аламыз. Сол кезде ғана құқықтық мемлекет құрылып, демократиялық қоғам орнайды. Қой үстіне боз торғалайды, жұмыртқалайды. Әйтпесе, үндемей былжырап жүре берсеңіз, ештеңе де болмайды. Және одан басқа қоғамның ең өзекті деген мәселелеріне өзімнің үнімді қосып отырамын. Мынау қылмыстық заңға қатысты, қателерге қатысты келесі. Затаевич кім? Мүмкін жақсы адам шығар, бірақ менің бұл көзқарасым мүлдем басқаша. Оқығыңыз келсе, интернеттің ішінде бар, оқысаңыз болады. Ойбай саясат деп жұрттың барлығы, ал ассамблея мүшелерінің сайлануы мүлдем заңға қайшы. Ол айтуға оңай, бірақ қалай заңға қайшы екенін дәлелдеп беретін осындай бірнеше менің мақалам бар. Рахат Әлиевтің жұмбақ өлімі. Көп адам Рахат Әлиевтің атын айтуға, Назарбаевтың атын айтуға қорқып мақала жазбайды. Кейде ол мақаланы берсең, мүлдем жарияламайды, немесе қырқып тастайды. Әрбір коррупционер сатқын деген сұхбат болатын. Осыны әдейі алдым, жаңа 50 мақаланың ішінен. Әрбір коррупционер негізі сатқын. Мысалы, Қытайдан өтіп бара жатқан адамға виза жасап берген біздің Қазақстанның азаматы, Қазақстанның елшілігі, немесе Қазақстанның ресми органы, ол виза сатып жатқан жоқ. Ол елін сатып жатыр. Өйткені себебі әрбір коррупционер өзінің мемлекетін іргесінен, астынан ұңғып батады. Көріп шыққандар сияқты. Бір күні ол құлайды. Өйткені үлкен империялардың түбіне жеткен екі нәрсе бар. Ол біреуі азғындық, екіншісі жемқорлық. Қазір жемқор емес адам табу қиын болып қалды. Амброзо деген бір кісі болған, көзі қарақты адамдар білет, оның абаймен байланысы қандай деген. Енді неге Қайраткер? Курсымыздың аты Қайраткер. Қайраткер деп көтере алмайтын шоқпарды берген қысырмасай,
көп алып қойған жоқсың ба деген сияқты ойлар болуы ықтимал. Жоқ, неге қайраткер? Адам ең бірінші өзіне өзі қайраткер болу керек. Содан кейін барып отбасына қайраткер болу керек. Отбасыңа қайраткер бола алмасаң, сен еркек болсаң, әйелің қайраткер болады. Керісінше немесе одан кейін барып ортасына қайраткер болу керек, қоршаған ортасына. Елге сыйлы, айтқан сөзі өтімді деп жазады. Неге? Өйткені себебі ол қоршаған ортасының қайраткері. Содан кейін барып өзінің ауданыңа, істеп жүрген орныңа, мектепте істеп жүрсің бе, әлде басқа бір жұмыс орнында істеп жүрсің бе, сөзің өтімді болса, демек қайраткерсің. Одан кейін барып облысыңа, одан кейін барып қоғам қайраткері болады. Бірақ біздің міндет қоғам қайраткері болмай ақ қойыңызшы. Бірінші өзіңізге өзіңіз қайраткер болып алыңыз. Яғни барасыз да бірдеңені талап ете алсаңыз, өзіңіздің ішіңіздегі жатқан анау былжырақ қазақты жеңсеңіз, сөйтіп былжырақ емес мінезді қазаққа айналсаңыз, сол кезде ғана қайраткер бола аласыз.